Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіз. Бүгін біз қалаға барайын деп жатырмыз. Соған мен қазір киініп дайындаламын. Біз Шымкенттің сыртындағы ауылда тұрамыз. Қазір Шымкентке барамыз. Пиндодадан заттарым келген. Соны алып келеміз. Балаларды ойнатуға алып барамыз және тамақтануға барамыз. Біздегі бүгінгі жоспар сондай. Кеше тек Пиндодадағы келген заттарды алып келеміз ба деп едік. Папамыз балаларды қыдыртып, тамақтанып қайтайық деп. Сол қалаға шығайын деп жатырмыз. Алдында мен жаңа пост деген каргомен беріп жүргем. Сол карго жабылып қалғанда Пиндодадан жоқ болып кеткен ғой. Сонымен басқа каргомен беріп қойғанмын. Соны алып келу керек затымды. Қазір крем жағып алдым, боянып алайын. Тональный вообще жақпаймын мен. Тек қасымды кішкене бояйым. Мынандай теньмен еще. Өзі қасқа арналған именно тень бар ғой. Сонымен кішкене ғана бояйым қоңырмен. Қиын екен мынау камераға қарап жаққан, айнаға қарап жаққансың. Қазір айнаға қарай алмаймын. Камераға қарап бояна тұрайын. Жағып жатырмын. Кішкене бойладым. Енді стрелка сызам. Қазір стрелкаларым сызып болдым. Енді қазір көзімді бояйым. Теньмен тональныйды тек қана бір тойға бірдеңеге барғанда ғана жағам. Сосын осындай теньді саусақтармен жаға салам. Кисточкамен маған ыңғайсыз. Достар, біз қалаға қазір келдік. Пиндодадан заттарымды алып алдым. Қазір енді тамақтанамыз. Тамақтанып алып, Шымкент молға кеп тұрмыз. Бірінші рет кеп тұрмын мен бұған. Вообще семьямызбен бірінші рет кеп тұрмыз. Алдында плазаға баратынбыз. Қазір плазаға барамыз ба деп едік. Басқа жерге барайық деп шештік. Сөйтіп осы араға келдік.
Шымкент молдан шықтық. Дала салқын болып кетіпті. Жаңа біз ауылдан шыққан кезде күн шығып әдем болып тұрады. Уже дала салқын прям. Шымкент молдың іші онша ұнаған жоқ бізге. Шымкент плазамыз жақсы екен. Үйге қайтамыз енді. Біз үйге келдік. Пиндодадан алған заттарымды сразу распаковка жасап бастайын дедім. Мынау бізде уже шөпін шешіп тастадым. Бұл менде куртка. Туған күніме өзіме алдым. Қазір. Ой. Көрші осындай. МК берген ғой. МК. Қазір маған қалып қалып. Нопка, бер жағы андай пальтоның материалы, ал бер жағы кәдімгі куртка ғой. Үлкен сияқты ма? Ана тебе қадағыз ғой. Үлкен сияқты. Объемден қарамыз ғой шо. И мынандай белдігі бар. Не знаем, қалай жұмыс істететінін белдігі. Ойлап қойды. Қаншаға алғанымды осы жерге жазып кетемін. Бұны мен қазір қалай байлайтынымды бірақ білмей тұрмын. Наверное, мына жерге былай байлаймыз. Осылай тұрады. Вроде качествосы нормально, просто маған үлкен болып тұрған сияқты, или иықтары дұрыс келіп тұр, бірақ санша. Өзі осындай шығар. Көйлекке ұқсайды ғой. Ал сосын мынандай наушникке заказ берген едім. Қазір алмай. Киімді ауыстырып алдым, куртканы өзім киіп, жақсылап киіп көрдім. Нормально, жақсы. Оны мен қанша қалғанымды ұмытып қалдым, но бірақтан осы жерге жазып кететін боламын. Бұлай качествосы нормально. Мен оны 10 балдан 7 деп айтайыншы, 7 берем. 7 балл беретін едім. Наушник тоже істеп тұр, жақсы, өзіме ұнады. Бүгінгі күніміз осылай өтті, өте қызық болды. Жаңа бармаған Шымкент молға барып қайттық, балық тоже өте дәмді болды. Бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Видеоның соңына көргендеріңіз үшін рахмет. Менімен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта қызық видеолар салатын боламын, және сіздерге қандай видеолар салған ұнайды тақырыбын жазып кетіңіздер, сондай видеолар салатын боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.